Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ерекше дәмді әрі мінсіз болып шығатын сырникидің рецептімен бөлісетін боламын. Сырникиларыңыз дәл осы рецептпен жасасаңыздар мінсіз болып шығады. Мен себебі осының алдында бірнеше рецепттермен жасап көрдім, бірақ олардың ешқайсысы 100% көңілімнен шыға қоймайтын. Ал осы рецепт көңілімнен 100% шықты. Сондықтан видеоның соңына дейін қарап, сізде дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіз, және видеоның соңында каналымның дамуына өз үлесіңізді қосып, видеома лайк басып, комментарий қалдыруды да ұмытпаңыз. Керек заттарымыздың бәрін осылай дайындап аламыз. Ең бастысы бізге творогтарыңыз құрғақ болу керек. Ол міндетті, су болмасын творогтарыңызда. Творогтарыңыз дымқыл су болса, міндетті түрде құрғатып алыңыздар. Дайын творогтың үстіне 1 жұмыртқа, 2,5 қасық қант және 3 қасық ас қасықпен ұн қосып, блендердің көмегімен осылай жақсылап езіп аласыздар. Міндетті түрде езіп алыңыздар. Творогты езбесеңіздер, сіздердің қазір творогтарыңыз бірікпейді домалақ форма жасағанда. Осылай кішкене ұн сеуіп, домалақ форма жасап, қазір жан жақтарын барлығын осылай жақсылап қолдарыңыздың көмегімен әдемілеп, осылай домалақша форма жасап аласыздар. Дәл осы рецепт бойынша сырникиларыңызды дайындап, дәл осындай досканың үстіне қойып, астына пищевая пленка төсеп, тоңазытқышқа қатырып алып, сосын кез келген уақытта таңғы асқа дайындай берсеңіздер де болады. Мен дәл осы рецепт бойынша қатырып, тоңазытқышқа салып қоямын да, өзіме кез келген уақытта дайындап бере қоямын отбасы мүшелеріне. Сондықтан сіздер де солай жасасаңыздар болады. Міне көріп тұрсыздар ғой, дәл видеодағындай ұнды қатты көп қоспайсыздар. Осылай ұнды шамалы сеуіп, ұнның үстіне сала отырып, міне осындай домалақ формада сырникиларымызды жасап болдық. Енді қызып тұрған майымызға сары май саламыз. Сары майымыз ергеннен кейін қазір сырникиларымызды қуырып алатын боламыз. Қатты максималды режиміне қоймаңыздар. Менде 9-дың 5-інде тұр режим. Осылай салып, бетін жауып қоясыздар. Міндетті түрде бетін жауып қойыңыздар. 4-5 минуттан кейін осылай қақпақты ашқан кезде сырникиларыңыз үлкейіп, осылай әдемі болып тұрады. Сол кезде сіздер екінші жағын аударып, барлық сырникиларыңызды абайлап аударып алып, тағы да екінші жағын қуыруға 5 минутқа жауып қоясыздар қақпағын. Режимін астындағы қаттысына қоймаңыздар пештеріңіздің, себебі күйіп кетуі мүмкін. Міне біздің сырникиларымыз дайын болды. Дайын сырникиларды сгущенкамен, не болмаса вареньемен, не болмаса қаймақпен столға ұсынсаңыздар, өте керемет үйлеседі. Менде үйдегі балалар осылай сгущенкамен жегенді жақсы көреді. Дәмі енді өте ерекше болып шығады. Ыстықтай да, салқын күйінде де жей берсеңіздер болады. Дәл осы менің рецептім бойынша отбасыларыңызға дайындап беріп, сырникиді отбасы мүшелеріңізді қуантыңыз. Видеоның соңында видео ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Ас болсын!